Жан құрбы жақсы дос. Қуанышта да, қиындықта да сыр бөлісетін жандарды осы қатардан табамыз. Ер мен әйел адам арасында достық болмайды дейтіндер де көп. Алайда тай қолындай тебіскен бала күнгі достар Еркебұлан мен Мадина бұл пікірге қарсы. Меніңше құрбыларға қарағанда ер баламен дос болған ыңғайлы деп санаймын. Өйткені менің 15 жыл бойы араласып келе жатқан өте жақын досым бар. Еркош екеуміз бір аулада өстік. Басқа балалар шашымнан тартып тиіскенде ол мені үнемі қорғайтын. Қазір енді есейіп ер жетсек те достығымыз жазылған жоқ. Жиі кездесіп бала күнгі қызықтарымызды еске аламыз. Мен осы кешенемен сені кешеткен кезде қатты айналдырып сен құлақтап сенің маңдайың. Иә, екеуміз жылап, мама папамыз ұрсады деп. Достар бұл күнді ұзақ күткен. Өйткені Мадина білім қуып шетелге кеткен еді. Елге орала салысымен досы Еркебұланмен кездесуге асықты. Жан достар бір-бірінен алшақта жүрсе де, үнемі байланысып отырған. Ақтарар сыр мен айтар әңгіме жиналып қалса керек. Я недавно с одним хорошим парнем познакомилась. Он такой хороший, умный, доброжелательный. Ты что там стоишь? Да ладно, я пошутила. Бася? Братишка. Бұл жаңалық Еркебұланның құлағына түрпідей тиді. Қызық, бұл қызғаныш па, әлде әбден бауыр басқан досына деген қимастық сезімі ме? Жібермесің, амалын жасаушы едім. Айтар едім, бұл жігіт саған жараспайды, жақпайды деп. Өйткені, білмеймін, өзімнің қарындасым ретінде көзқарас болғаннан кейін бәрі қызғанам да, басқаға бермес едім, қимаймын мен оны. Достар келіншектер саябағында бас қосты. Бір қызығы кездесу орнын Еркебұлан таңдаған болатын. Бәлкім ол дәл осы таңдауымен 15 жыл бойы жүрек түкпірінде жасырын жатқан сезімін, болашаққа арналған жоспарын жеткізгісі келген болар. Білмеймін, егер сол күн болатын болса, білмедім, болашақ жар ретінде әлі ойлап көрмедім. Егер Мадина аңғай танытса, Еркебұлан оған деген сезімін жасырмас еді. Ал жігіт өзі бірінші болып қадам жасасам, досымды жоғалтып аламын ба деп қорқақтайды. Помнишь, в детстве мы с тобой катались, и ты меня качели в лоб. Сондай-ақ екі достың кешкі кездесуі, бір-біріне тым жақын отыруы, достық қарым-қатынастағы ұл мен қыздың арасындағы ғашықтық сезімнен хабар береді дейді мамандар.